Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен екі түрлі сырный шарики жасаймыз. Ең бірінші жасалатын шариктарымыз картоп безбесінен жасаймыз. Картопты алдын ала суға бұқтырып алдым. Жұмыртқа, панировочный сухарь, ұн, крахмал, тұз және бұрыш, сыр. Суыған картоптарымызды жақсылап езіп аламыз. Әбден езілген соң, тұз, бұрыш, крахмалымызды қосамыз. Дайын болған картоп безбесіне сырымызды қосып шарик жасаймыз. Шарик пішінін жасап болған соң ұнға ұнатып аламыз. Ұннан кейін жұмыртқаға ұнатып, панировочный сухарьға ұнатамыз. Қызып тұрған майға салып, 3 секунд ұстап араластырып аламыз. Картоп безбесінен жасалған сырный шарики дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі жасалатын асымыз сырный шарики. Бізге керекті заттарымыз сыр, 2 дана жұмыртқа, панировочный сухарь, ұн, тұз. Жұмыртқамыздың ақ уызын бөліп аламыз. Ақ уызымызды аздап миксерлап, шым-шым тұзымызды қосып, әппақ болғанша миксерлаймыз. Ақ уызымыз ыдыстан түспейтін дәрежеге жетті. Ақ уызымызға 3 ас қасық ұн, сыр қосып араластырамыз. Әбден араласқан соң, шарик пішінін жасаймыз. Панировочный сухарьға салып, аунатамыз. Қызып тұрған майға 3 секунд салып араластырып аламыз. Сырный шарики дайын болды, астарыңыз дәмді болсын. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұржамал.